Сәлем достар, Бөкей влог. Бүгін влогта Жандос Самалбековтың неше миллион тұратын машинасы? Оны сосын айтамыз деп Қараңыздар. Ішін көрсетеміз. Сосын тағы. Мынандай машина айдау үшін не істеу керек? Автоблогер емеспін, сол үшін біз ана простой на минималках барын көрсеттік. Мен андай сұрамаса екен деп тұрмын ғой, андай двигатель жөнінде бірдеңе. Сен де білмейсің ба? Тек біреуді батылға шақырайық та. Медетжан, ей! Сыныптас, Медетжан, егер моқ көріп отсаң, Медетжанға жіберіңіздерші былайша айтқанда. Қандай көңіл күйде болды машина алғанда? Ұнады ма? Айтшы, ұнады ма? Конечно ұнады, ё-моё. Несі ұнады? Сәлем достар, Бөкей влог. Бүгін влогта Жандос Самалбековтың неше миллион тұратын машинасы? Оны сосын айтамыз деп Секрет деп Секрет, осы машина жайлы болады. Кішігірім обзор. Қазақтың бөкейі жасасын. Қазақтың маңдайына біткен жалғыз бөкей. Ал, құтты олсын. Не машина? Мерс 221. Шыны керек айтайын, бағасын айтайын. 9 миллион 600 мың. Бірақ түсіріп алдым. Өтірік. Бартырға алған жоқсың да. Қосып, андайға бір жұрттар қысап, мынандайға деді ғой деп жыртылмай қойды. Кәдімгі колесода шығарған бағасы 9-да 6 деді. Үйтіп түсіріп 9 алды. Бартырға емес, біреу емес, спонсорлар емес. Бар. Неге бар? Атамекен кооперативімен рассрочка. Айтсам мен жүре берем, братной. Базар жоқ ақшаны табамыз. Бірақ күніне кәдімгі падырлап шашыра берсін. Ең басты егер ақшаларыңызды жинай алмай жүрсеңіздер, рассрочкаға маған хабарласыңыздар. Міне, кеттік, мына машина. Қараңыздар. Ішін көрсетеміз. Жандостың машинасы, Мерседес. Жәке, отыр ішке. Еще алғашқы машинам ғой. Сен алғашқы машинаң, да? Машинам. Салон. Ішіне гүл екен салон. Таза. Енді представительский класс па бұл? Сонда ғой, иә? Представительский класс. Артында жүретін машина ғой мынау? Артында отыратын машина. Так, не сұрақ бар? Любой не сұрақ. Бірақ бір қызығын айтайын ба? Мына жерде кнопканың бірін түсінбеймін. Енді үйреніп жатсың ғой? Алғаныма үшінші күн. Азайта сал. Алғаныма үшінші күн болды, вообще әлі ішін несін түсінбеймін. Енді қараңыздар. Мерсе дейтін адам керек көп. Бұл ақ кожа. Өте күшті. Полностью бардачокта не бар. Керемет енді, шын. Құтты olsun. Екі панорамна. Екі панорамна. Панорама деймін ана? Енді, төбесі. Сонда екі терезе бар төбесінде. Короче, болды. Сосын тағы. Мынандай машина айдау үшін не істеу керек? Еңбек ету керек, аз ұйықтау керек демей қойайын. Азынан кешке дейін ұйықтап жүріп те алуға болады. Негізі ең бастысы армандау керек, ниет қою керек, ниетіңіз дұрыс болу керек. И самое главное, Атамекен кооперативіне хабарласу керек. Жарнама болсын жігіттер мен қыздарға, қалдырамыз бәрін. Көмектесті ғой саған? Иә, көмектесті. Рассрочка. Лохотрон емес қой, ең басты алданған емес, жоқ. Мен бір рет басқа бір атын айтпай қойын, қазір оны алданып қалғам. Алданған жоқпын негізі, көп күтіп қалдық та, мына кооперативпен жұмыс істедім да, бұғанда ондай бір любой қазақта сенім болмайды. Жоқ, енді давай былай айтайықшы, айтқаннан кейін солардың компанияның атын айтып кеттік қой. Неше пайызын олар төледі, неше пайызын сен төледің? Неше пайызын болғанда өздері айтып береді, ана жақта саған бөліп береді рассрочка. Бастапқыда чуть-чуть қана вступительный болады. Ары қарай сосын полный суммасын солар береді. Сол сіздер көріп отырсаңыздар, бізді де саласыздар, біз сіздерге міне сіздерге. Осы маған хабарласыңыздар, жеке парақшама, мен сіздерге айтатын боламын қалай екен. Сразу Мерседес аламын деген ой болды ма? Жоқ. Қандай машина көрдің? Басында үшін JS 350 қарайым дедім, одан Lexuspен сөйлескендерге андай-мындай ол да болмайды деді. Одан 55-ке қарайын бесем, кетіп қалған бағалары. Toyotаның бағасы неге қымбат осы? Toyotаның бағасы жыл өткен сайын қымбаттайды екен. Қазір 30-ка, 40-калардың бағасы вообще ұшып тұр ғой негізі. Жоқ, негізінде сол бағаға, по идее 55-ке қарайым дедім да, и потом желеп мына вариантты қарадым да, екеуін салыстырып қарадым. Сөйтсем, мына күшті екен. Мынаның объемы неше? 5-5. Объем 5-5, ең үлкен объем. Крокодил жұтатын шығар, но бензин. Жұтатын жоқ. Онда емес па? 3 күн болды, полный бакпен жүргеніме жарты бак болды қазір. Алғаннан кейін адам үйде жетпейді ғой. Кіммен ақылдасын? Не үшін Мерседес аламын дедің? Тоған ағаммен ақылдасым, ортаншы ағам кәдімгі полный таңдап берді. Ошым где-то Талдықорған шықты, Астана, Қарағанды, Алматыдан біреу, сосын неден? Шымкенттен ба? Бесалтаудың бар. Осы Алматынікі ең ішіндегі салоны осындай әппақ, ухоженный шыққан осы болды. Қалған бәрі картаж. Басқандары бөлек жүре ма, негізі салондары цветі бөлек жүре ма не?
Ар түрлі екен не салондары. Жоқ, мына салон үшін айтам, маған қатты ұнады. Қараңыздаршы, даже рульдары. Кожа, төбесі алькантара. Мынау заводской алькантара ма? Заводской. Ештеңе түртілмеген, барлығы заводской. Шын қараңыздар, вообще күшті. Память сиденье, массажный кресло. Төртеуінде де массажный. Артын көрейінші. Жақында тағы да машиналарға обзор жасаймыз, блогерлардың. Кімге жасайық, оны да комментарийға жазып кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды, комментарий жазуды. Күз келді, күзге таман контентті көбейтеміз. О, бисмилля. Мынау машинаның артқы салоны. Но телевизор. Ну, действительно, представительский класс, депутатский салон, сондай ғой мынау. Артта отырып. Кейбір заттарын өзім түсінбеймін әлі. Енді машина алдың, келесі кезек не? Үй. Үй? Одан кейін үйлену ма? Үйленуді деп бейт желімін дейміз. Негіз кейбір білет деп желімін. Жоқ, ол да, я, ол да Алланың қалауымен ғой. Но істей ма? Істейді мінекен бәрін ол. Тек болғанда жерге диск салу керек екен, екеуі де істейді. Ошы мына вообще бүткіл істейді деді ол. Бірдеңе түсіндірді, алып отқан адам орыс, короче, я. Жоқ, қазақ негізі. Ішіне келді, да, мен саған научу сейчас бірдеңе деді, бәрін анда мен түсінбейтінді, менің ойым бәрі тез-тезден бар, автотсоннан өзім атым аударып алсам, болды деп тұрмын ғой, короче. Сөйтті, фык түсіндірді, хоттан ұмытып қалған. Жаңағы компания сенің атыңа аударып берді ма бірден? Иә. Онда жақсы. Өзің атыңа аударып аласың, сосын ары қарай не қойып қоясың, залог қойып қоясың. Бәрі істеп тұр. Күшті. Тағы не көру болады? Артын көрейік жүр, багажнигін. Полностью көрсетейік. Багажникті заттап тұр. Аша берейін ба? Бантымен сондай болды ғой, е? Қашан шығады видео? Сен өзіңе салған жоқсың ба? Енді салам, қабыл сал жүрді ғой, алып атқан кезде. Бүгін салам, бүгін. Все, бізде бүгін салуға тырысамыз. Все. Шарандай. Айтпақшы, мына нөмір, не? Пока что, өтірік нөмір. Жақын арада нөмір аламын новый. Қандай? 111, 91. Өзі Қызылордан кім алды? 11. Жақсы екен. Құттықтауларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Байса қазақ байсын. Өзі айтып тұр ғой, қазақтан алмадым деп. Зато енді біздің бір қазақ блогер. КВНщик дейші. КВНщик, Тамада, Асаба, шоумен. Қазір новый сөз бар ғой, шоураннер деген. Шоураннер. Бәрі да, соның бәрі қосындысы да. Аман шоураннер керек еді қойшы. Шоураннер, Жандостың машинасы. Дискісін қараңыздар. Шын машина, мен шын айтқанда болады ғой, көрдім да Қабдолдан. Состояниесі бір ондай емес деп ойладым, шын айтайын. Енді өз көзімен көрдім, вообще күшті. Состояниесі, машинасы. Сен қайлау бе, бөке компания жасасын, комментария, лайк. В общем, аямандашы, пожалуйста. Автоблогер емеспін, сол үшін біз ана простой на минималках барын көрсеттік. Мен андай сұрамаса екен деп тұрмын ғой, андай двигатель жөнінде бірдеңе. Сен де білмейсің ба? Нөл ғой. Бақтасаң болды. Неше аттың күші бар дегендер. Ондайды білмеймін. Неше ат дейтін. Аттармен жарыстырып білу керек шығар. Жарыстырады, шынымен жарыстыратын машина екен. Мынаны ма? Бітік біреуді батылға шақырайық та. Так, Медетчан ғой, Медетчанда да 220 € алды. Осындай бар ма? О! Медетчан, ей! Сыныптас, Медетчан, егер мог көріп отсаң, Медетчанға жіберіңіздерші былай айтқанда. Көріп отсаң, конкретно сен батылға шақырамыз. Біздің арна полностью түсіріп береді. Біз саған полностью қамтамасыз етеміз. Мына машинамен тұрасың ба? Конкретно 500 мыңға, давай! Болды ба? Отсам 100 мың лақтырам бөкеге. Болды. Все. В общем, 500 мың теңгеге Медетчан, егер көріп отсаң, давай комментарийға жаз, хабарлас. Мына машина. Кайф екен. Баукада осында қараңыздар. Мына кісі. Қандай көңіл күйде болды машина алғанда? Ұнады ма? Айтшы, ұнады ма? Конечно ұнады, ё-моё. Несі ұнады? Машинаның состояниесі ұнады маған. Жақсы, иә? Бірақ ең бастысы Жандостың машинасы ұнады маған. Жандостың машинасы екені ұнады. Жоқ, Жандос енді таксимен емес, өзінің личный машинасы бар деген ба? Өзінің личный. Біраз армандады негізі Жандос. Ол андай адамда, короче, бір мақсатқа до конца жетпейші қоймайды. До конца деді ма? До конца деді ғой, короче. Қызынан сұрасақ бола ма? Ұнады ма машина? Әйелінен де сөйлеп. Әйелінен? Жоқ енді официально. Мақыл наяқты айтпақ қой. Уже пальто тұтадың да? Бәрі біледі ғой. Да, күшті ощущение болды, прям қатты қуанышты. Жылап жіберді, конечно. Сондай болды ма?
Букидің очкиі. Сонымен достар, біз сіздерге Жандостың жаңа Mercedes 10 миллион теңге тұратын 5-5 Mercedes'ін обзор жасадық. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Медетжан, күтеміз. Медетжан, давай хабарлас. Медеттен батылға шақырды. В общем, батыл жасайтын болдық қазір. Тезірек салуға тұрсаңыз, міне, жасап жатыр. Аз бантикпен жеке СММ-шігіңіз ғой, Қасында өзім бауырым ғой. Бұл кісілер енді бәрі білмейтін адамдар болса, бұрыннан кіммен ойнаған кісілер болды. Қармақшы қамасы. Алмалы. Налар бар ғой, ойпа, сендер келген кезде, мыналар кім деді ғой. Анау емес олар, махаббат әлемдік. Андай, шығатта бәрі костюм шалбар, ровно шаш гель. Сондай оғам сен. Деп қойды. Бізде сұрағандар болған, қаяқта міне Жандос айтып берді ғой, қай жерде кіммен ойнағанымызды. Қазір бірге. Тағы келсеңізші. Сонымен достар, влог аяқталды, каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз, және де кімнің машинасы жайлы обзор көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіз.